Қазақта жын, шайтан, пері деген ұғым дінде де, фольклорда да қатар жүреді. Ал шайтан күй атты күй барын естуіңіз бар ма? Ол күй сіз ойлағандай шайтанға арналмаған, тарихы басқа. Армысыз, құрметті көрермен. Біз бүгін шайтан күйінің шығу тарихын айтамыз. Бұл уақиға Қазанғаптың бозбала күнінен басталады. Оның Бесқаладағы ұстазы Шүйт Орынбайдан кейін домбырашылық өнерінің шыңдалуына әсер еткен тағы бір ұстазы атақты Қаратөс күйші болатын. Шын аты Аймағамбет, руы жақайым, сол Құланды болысындағы белді жігіттердің бірі болған. Досқа адал, таза жүректі, әрі палуан, әрі батыр жігіт екен. Жазда жағасы ашық ақ көйлек киіп, жағасының астынан төсінен қара түгі көрініп жүргендіктен жеңгелері әзілдеп, Қаратөс қайным деп ат қойып алған көрінеді. Содан елге күйші Қаратөс атанып кеткен. Домбыраны солақай тартса да күйшілігінде бір міні жоқ екен. 1870 жылдар шамасында күйші Қазанғап Қаратөсті арнайы іздеп барады. Өзін таныстырып, келген мақсатын айтады. Сонда Қаратөс: олай болса, домбыраңды ал да күйіңді тарт дейді. Сонда Қазанғап қолына домбырасын алып, безілдетіп, бірінен кейін бірін бірнеше күй орындайды. Қазанғаптың домбырашылық өнерін көрген Қаратөс оған: мен ауылда домбырашы Қаратөс атанған едім. Енді сені көріп, ізімді басар інім барына қуанып отырмын. Сен әлі жассың, талабың алда. Менен кейін сені көрген ауыл адамдары: ойпырмай, мынау екінші бала Қаратөс қой деп айтатыны анық, деп риза болған екен. Қаратөстің өнерін бағалағанына, ағалық тілегіне разы болған Қазанғап сол жерде бір күй тартып, атын өзіңіз қойыңыз депті. Сонда Қаратөс: ізіңді басар іні болса, еңбегіңнің жаңғаны ғой. Бұл күйдің аты Бала Қаратөс болсын дейді. Сөйтіп Қазанғап Қаратөстің жанына еріп, талай жиын тойға барып, көп деген күй тартысына қатысып, Қаратөс Аймағамбеттен бұрын соңды естімеген күйлерін үйренеді. Қазанғаптың күйшілік өнерінің шыңдалуына зор ықпал жасайды. Бір күні Қазанғап бір топ өнерпаздармен Қаратөс Аймағамбеттің жанына еріп, Қарабас руынан шыққан Тәңірберген деген бір байдың тойына келеді. Тойдың қызған шағында Тәңірберген бай Аймағамбетке: Қаңбақтыдан екінші Бала Қаратөс келіпті деп ел шулап жүр ғой. Сол Бала Қаратөсіңді тыңдауға ынтық мынау халық. Қане, өнерін тамашалайық дейді. Сонда Аймағамбет: тәке, дұрыс айтасыз. Бала Қаратөс деп атын өзім қойып едім. Өте талапты, әрі дарынды шәкірттерімнің бірі. Қаңбақтыдан келген Тілепбергеннің Қазанғап деген баласы. Ал енді Қазанғап, домбыраңды ал, өнеріңді көрсет дейді. Сонда Қазанғап: Қаратөс Аймағамбеттің алдында домбыра тартуда оңай емес. Дегенмен
Тәңірберген ағам қолқа салса, бір түн күй тартайын. Қонақжай ел сыйлайтын Тәңірберген ағамның құрметіне домбырамды тәкең, тәкең дегізейін депті. Қазанғап домбырасын қағып, пернесіне тіл бітіріп, тәкең, тәкең деп домбыраны сөйлете жөнеледі. Аяқталғанда бүкіл халық «Өй пәлі, өй жаса» деп қиқулап шуласып жатады. Қазанғаптың өзіне арналған күйіне риза болған Тәңірберген: «Ай Қазанғап, ризамын. Бүкіл халық елімізге бала Қаратөс келіпті деп шулап жүргені бекер емес екен. Өркенің өссін. Жаңағы күйіңе ту бүйені байладым» депті. Мұны естіген халық одан бетер Қазанғапты қошеметтеп шуласып жатады. Сонда Қаратөс Аймағамбет: «Қалқам Қазанғап, алғаш келгенде өнеріңе риза болып халық сені бала Қаратөс атап кетіп еді. Енді шеберлігің толысты. Бүкіл халық бағасын беріп жатыр. Енді халық сені бала емес, кіші Қаратөс деп атайтын болар. Мына тартқан күйіңнің аты кіші Қаратөс болсын» депті. Сөйтіп дүниеге Қазанғаптың кіші Қаратөс күйі келген екен. Содан Қазанғап ел аралап ұстазымен қай ауылға барса да, оның өнеріне тәнті болған жұрт оны кіші Қаратөс деп атайтын болады. Ұстазы Қаратөс Аймағамбеттің қасында болған күндер Қазанғап үшін ең бақытты сәттеріне айналады. Ұстазының қасында еріп, небір жиын тойларға барып, талай күй додасының куәсі болады. Күйшілік шеберлігін шыңдай түседі. Ұстазынан көп деген жаңа күйлер үйренеді. Өзінің композиторлық шеберлігін ұштай түседі. Қазанғаптың еліне қайтатын мезгілі де жақындайды. Сонда Қазанғап: «Алаға, сіздей күйшіге шәкірт болып, ізіңізге ергеніме Тәңірге мыңда бір рахмет. Домбыраның қыр-сырын біраз меңгеріп қалдым. Сізден көп деген күйлер үйрендім. Маған батаңызды беріңіз» депті. Сонда Қаратөс Аймағамбет қол жайып, Қазанғапқа батасын беріп, жол жүрейін деп тұрған Қазанғапқа тағы бір күй тартады. Сонда Қазанғап: «Бұл бұрын соңды естімеген күй ғой. Бұл күйіңіздің аты не?» деп сұрайды. Сонда Қаратөс: «Қарағым Қазанғап, бұл күйді де ағаңның өзіңе берген бата тілегі деп қабылдарсың. Секіртпе қағыспен секіртпе деп шығарып едім. Ағаңның көзі деп жүрген жеріңде тарта жүрерсің» депті. Сонда Қазанғап: «Қаратөс аға, бұл мен үшін үлкен құрмет қой. Сіз қарсы болмасаңыз, мен бұл күйді үлкен Қаратөс деп тартып жүрсем, қалай болар екен?» «Хай, бәрекелді Қазанғап, өнеріңе нұр жаусын, туған бауырым, інімдей болып кеттің. Енді сен үлкен күйшілік жолға түспек болсаң, анау табындағы Төреш күйшінің алдынан өтуің керек. Төреш ғаламат өнер иесі. Мені шайтан жеңбесе, ешкім жеңбейді деп әзілдеуінің жаны бар. Оның күйшілігінде бір мін жоқ. Оны айламен тоқтатпасаң, домбырашылықпен жеңе алмассың. Сол Доңызтаудағы Төреш күйшіге бар» деп Қаратөс Аймағамбет өз домбырасын жас күйшіге сыйға тартады. Еліне келген Қазанғап ұстазы Қаратөс Аймағамбеттің айтқан ақыл кеңесі есінен кетпей, шамамен 1872 жылдары Доңызтау тауындағы Аққолқа деген жерде тұратын Тамын руынан шыққан Төреш күйшіні арнайы іздеп барады. Қазанғап күйші келді дегенді естіген бүкіл әлім Тамын елі жиналып, үлкен қошаметпен оны қарсы алып, қонақ етеді. Біраздан кейін
Қазанғап пен Төреш арасындағы күй тартысы басталады. Бүкіл халықтың да күтіп отырғаны осы өнер додасы болады. Қаратөс Аймағамбет айтқандай, Төреш алдына жан салмайтын су жорға күйші екен. Ұстазы Қаратөстің ақылымен Қазанғап бұл тартысқа елінен арнайы дайындалып келген болатынды. Кезек Қазанғапқа келгенде ол домбыра мойнының үсті астынан алып бір күй тартады. Бұл күйді Төреш қайталап ойнаймын деп сол қолымен домбыраның мойнының үсті астынан ала бергенде домбыра мойны жылжып шығып кетеді. Бұндайды көрмеген ел ду ете қалады. Ай Қазанғап, мынауың бір шайтан күй екен. Домбырамның мойны қолымнан қалай шығып кеткені байқамай қалдым ау деп әзілге айналдырыпты Төреш. Сонда Қазанғап, Төреш аға, сізбен күй тартысайын деп келген жоқпын. Сізге шәкірт болайын деп, күйшілік шеберлігімді шыңдайын деп келіп едім. Артығы болса кешірерсіз деген екен. Бұл тартыста Қазанғаптың орындаған күйі ел арасында шайтан күй немесе жаңылтпаш деп аталып кетеді. Іздеп келген жас домбырашының талантына риза болған Төреш Қазанғапты төрге шығарып, үлкен сый құрмет көрсетеді. Адай табының дүбірлі той томалағына қасына ертіп жүріп, талай тартыстарға қатыстырып, бұрын соңды естімеген көптеген күйлерін үйретеді. Әсіресе Наридірген, Қызылғайың Мамыт сынды аңыз күйлердің аңызын айтып отырып, домбыраны сөйлете орындау Қазанғаптың композиторлық стиліне өз әсерін тигізбей қоймайды. Сөзіміз дәлелді болу үшін Төрештің орындауы арқылы Қазанғаптың репертуарынан орын алған Қызылғайың Мамыт атты күй аңызына құлақ түрелік. Бір байдың Мамыт атты сұлу қызы болған екен. Ол қызға көрші ауылдың Қызылғайың атты бір жігіті ғашық болады. Сонда жігіттің көптің ортасында тік айтуға бата алмай домбырамен ауылың қайда Мамыт ау, ауылың қайда Мамыт ау деп айтқан көрінеді. Ал енді мынау сол ауылың қайда Мамыт ау дегендегісі. Домбыра сөйлетеді, ауылың қайда Мамыт ау. Қыз да жігітті ұнатып, оған сырын айтып, екеуі бір-бірімен жасырын кездесіп жүреді. Бірақ әкесі Мамытты оңайлықпен бере қоймайтын білген жігіт қызды алып қашпақшы болады. Бұлардың әрекетini сезген қыздың әкесі мен шешесі сақ жүреді. Келісілген түнде алып қашуға келген жігіт қыздың үйіне кіруге бата алмай, ерсілі қарсылы жүреді де қояды. Ертеңіне Қызылғайың келгенде қыз жігіттің түнде үйге кіруге бата алмай, ілгерілі, кейінді біресе келіп, біресе кетіп жүргені домбыраға салып тартқан екен. Сонда мынау жігіттің ерсілі қарсылы жүргендегісі көрінеді.
Қыз әзілдеп тартқан көрінеді. Сонда шыдамы таусылған жігіт қызды сол кеште алып қашуға бел буып, ымдап ақырын шақырады. Сонда қыз жұрттың көзінше өз ойын ашық айта алмай, домбыра тілімен астапыралла деп ішегін тартып, әжем ояу жатыр-ау, бүйтіп жүрсейші-ау, әжем ояу шешем сақ, бүйтіп келсейші-ау деп күй тартады. Әжем ояу жатыр-ау, бүйтіп келсейші-ау, әкем ояу шешем сақ, бүйтіп жүрсейші-ау. Бұл түні жігіт қызды алып кете алмайды. Өз ісіне намыстанған жігіт қалай болғанда да қызды алып қашпақшы болады. Алып қашуға келген түні қыз әкесі қабаған итті бос қоя беріп, кемпірімен бірге көрші ауылға кеткен көрінеді. Қызды алып қашуға әбден белін бекем болған жігіт атын тасаға байлап, қыздың үйіне шарбағынан түседі. Сол кезде бос жүрген ит, қабаған ит қайта абалап үріп, ең аяғында жігітке тап береді. Мынау сол иттің абалағандағысы. Айқай сүренен оянған Мамыт үйінен жүгіріп далаға шығады. Сонда итпен алысқан жігіт: ойбай Мамыт, өлдім Мамыт, итің тұста, итің қабат, итің тұста, итің қабат дейді. Сондағы мынау айтып атқандағысы: ойбай Мамыт, өлдім Мамыт, итің тұста, итің қабат деп жатыр. Қыз жігітті иттен арашалап үйге кіргізіп алады. Үйге кіріп ентігін басқан жігітке қыз: «Ей, саймен келсең болмай ма? Жаймен келсең болмай ма? Бұғып келсең болмай ма?» дейді. Мынау сондағы айтып атқандағысы: жаймен келсең болмай ма? Саймен келсең болмай ма? Бұғып келсең болмайды. Сөйтіп, жігіт мақсатына жеткен екен деп аяқталады бұл күй. Бұл күй ел арасында Қызылқайың Мамыт деген атпен орындалып кетеді. Ал талантты домбырашының келешегіне зор үмітпен қараған төреш күйші Қазанғапқа еліне аттанар алдында: «Қарағым Қазанғап, әлі де ізден. Өнер жолы өте ауыр. Ол жатқан қиын шатқал, асқар асу бел. Одан өту үшін көп іздену керек» деп ақыл айтады. 19 ғасырда өмір сүріп, аттары аңызға айналған Орынбай, Төреш, Қаратөс Аймағамбет, Құрмания сынды ұлы ұстаздарынан тәлім алған Қазанғап өзі де күйшілік өнердің үлкен арнасына түсіп, шынайы, хас шебер күй дүлдүліне айналады. Ал шайтан күйдің шығу тарихы міне осылай болды. Біз әлі де талай күйдің сырын ақтарамыз. Ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар.